Көшенің бәрі лас. Қашан тәртіпке келеді? Полиция неге сендер тәртіпке шақырмайсыңдар? Қазалы аудандағы көктемгі егіс жұмыстары, судағы қауіпсіздік және әскерге шақыру науқанына қатысты мәжіліс өтті. Жиынға аудан әкімі Алмасбек Исмаханов төрағалық жасады. Мәжілісте алдымен көктемгі дала жұмыстарының барысы талқыланды. Биыл аудан көлемінде ауыл шаруашылығы дақылдарын 17.257 гектар жерге орналастыру жоспарланған. Оның ішінде негізгі дақыл күріш көлемі 5.400 гектарды құрайды. Біздің басты мақсатымыз егіс көлемін толық игеріп, мол өнім алуға негіз қалыптастыру. Ол үшін барлық жауапты басшылар мен құрылымдық үйлесімді нәтижелі жұмыс жасауымыз қажет. Күмісбек Андасұлы, Еркінбек Нұржаубайұлы іс-сапарда жалғасуға тиісті ауыл округ әкімдерімен бірлесіп көктемгі егіс жұмыстарын белгіленген мерзімде ұйымдастыру бойынша нақты шаралар қабылдаңыздар. Сонымен қатар егіс науқанына қажетті тұқым минералдық тыңайтқыш жанар-жағармай қорының жеткілікті болуын қадағалаңыздар. Жақсы ма? Бұған қоса ауыл шаруашылық техникаларын толық әзірлігін қамтамасыз ету керек. Қатаң бақылауда болсын. Көктемгі егіс науқаны әріптесте аса жауапты кезең. Бүгінде шаруаларды алаңдатып отырған ең басты мәселенің бұл аяқ су мәселесі. Су тапшылығының орын алған жағдайда атқарылған барлық еңбектің зая кететіні белгілі. Бұл мәселе ерекше бақылауда болу керек әріптестер. Жаңа айттық, Қызылорда облысына 3,4 миллиард теңге, 3,2 миллиард теңге 70 мың гектардың көлемінде вегетациялық кезеңде су береді, ал ауданда 5400 гектар күріш еккенде 274 миллион теңге, 274 миллион су куб береді бізге. Осыған байланысты қарыздар құтылу бойынша да Күмісбек Андасұлы, Нұрлан Ерғалиев жұмыс жасаңыздар. Жиында жазғы шомылу маусымындағы қауіпсіздік шаралары да сөз болды. Соңғы жылдары аудан аумағында тіркелген қайғылы оқиғаларды атап өткен аудан басшысы тұрғындардың әсіресе балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету маңызды міндет екенін айтты. Жаз мезгілінде тұрғындардың су айдындарындағы бару көбейетінін өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазірдің өзінде судың жағаларына азаматтарымыз отбасымен, көліктермен барып сол табиғат аясында демалып жүр. Соған байланысты қауіпсіздік шараларын шарттап күшейтуіміз керек. Өкінішке орай, өткен жыл сайын қауіпсіздік талаптарын сақтамауының салдарынан қайғылы жағдайлар орын алып жатыр. Әсіресе балалардың қараусыз түсуі, рұқсат берілмеген орындарда шомылу қауіпсіздік ережелеріне мән бермеу, елемеу себептерінің бірі болып тұр. Сондықтан бұл мәселе біздің қатаң бақылауда болу керек. Әсіресе кент, қала, ауыл әкімдері, білім бөлімі, осыған жауапты полиция, төтенше жағдайлар бөлімі жұмыстарды қатаң бақылауда болу қажет. Жиында аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Алтынбек Қалиев баяндама жасап, су айдындарындағы қауіпсіздік шаралары, рейдтік жұмыстар мен профилактикалық түсіндіру шаралары жөнінде ақпараттар берді. Аудандық су айдындарында әсіресе Сырдария өзені мен суға түсуге тыйым салынған жерлерде жыл сайын азаматтардың әртүрлі себептермен қайғылы жағдайлар орын алуда. Оның ішінде жаз айларында суға түсу маусымында судағы адамның қазасы көбеюі өзекті мәселе болып отыр. 2026 жылы бұндай фактор тіркелген жоқ, 2025 жылы екі жағдай тіркеліп отыр. Адамдардың судағы қаза болу негізгі себебі балалардың қараусыз қалуы, белгіленбеген жерлерге суға түсуі, балық аулау кезіндегі қауіпсіздіктің сақталмауы. Өзен немесе каналдан кез келген әрі зерттелмеген ақысы жылдам терек жағалар тікжан жерлеріне және спирттік ішімдік ішіп суға түсуіне қауіпсіздік ережелері бұзылуда. Қазалы ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері жыл басына азаматтарды судағы қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету бағытында жұмыстарды жүйелі түрде жүргізуде. Суға шомылу маусымы басталмас бұрын аудандық білім бөлімі балалардың судағы қауіпсіздік тақырыбында бекітілген жоспарға сәйкес жұмыстар атқарылуда. Оқушылар мен ата-аналармен кездесу ұйымдастырып үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда Қазалы ауданы төтенше жағдайлар бөлімі 9-шы өрт сөндіру бөлімінің кезекшілікке қос қызметкерлері күнделікті күшейтілген түрде аудан аумағында орналасқан су айдындарында полиция бөлімімен бірлесіп рейдтер ұйымдастырылуда. Ауданда бізде жалпы не бар ма? Жағажай бар ма? Белгіленген жоқ жағажай. Не істеуіміз керек ол үшін? Мобильдік бассейнде соны көбейтсек. Бізде қай жерде бар қазір? Екі бассейн ғой тек мен білетін.
Парк те бар, сосын үшеу ма? Қазалы қаласында бар ма? Перевесте бар. Көпірдің түбінде ол. Түбіндегі. Сосын мына жерде фея деген бар. Перевесте. Сосын мына жазғы маусымда парктың ішіндегі бар еді. Тағы не бар, қай жерде бар? Не істеу керек? Ол үшін суға түсудің, пляж ашу үшін. Тәртібі бар, ережесін берсеңізші, біз кәсіпкер іздейді. Соған сәйкес ол спасательдері болсын, жан-жағында жағажайға ыңғайлы жағдай болсын, сондай бір ыңғайлы ақысы емес жер болса, содан ашып, біреуге берейік те бір басқару бар. Маусымдық ше. Burada bana kalkmalı otur ornattı. Embaydı da ornattı Rusya'yı. Raspavat söyledi, suğa düştü. Sonra Rusya'nın yanında okuyan adamlar Mesut'ta жасады. Солар қадағалап отыр. Кеше мен анау шабынына егістіктерді аралап шықтым, жексенбі күні. Сол жерде мына шалабай егін егетін артында каналда бір баламыз суға кетіп қалған екен ғой, бір 224-те ма сол жерде. Sonra қоршау жұмыстарын жүргізген. Соның тағы да бір 1,5 километр жерім бар. Олар қоршау керек екен адамдар кірмеу үшін. Сосын сол жерлерге белгілер қойып қою керек, көшенің әуетіне. Суға түсуге болмайды деген. Аудан әкімі елді мекендердегі қауіпті аймақтарға ескерту белгілерін орнатуды, тәулік бойғы кезекшіліктерді ұйымдастыруды және бірлескен рейдтік жұмыстарды тұрақты жүргізуді тапсырды. Сондай-ақ қауіпсіздік талаптарын бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілер арқылы кеңінен насихаттауды міндеттеді. Күн тәртібінде көктемгі әскерге шақыру науқанының орындалу барысы да қаралды. Аудан басшысы жоспардың төмен деңгейде орындалғанын сынға алып, жауапты мекемелер мен ауыл әкімдеріне әскер жасындағы азаматтармен адрестік жұмыстар жүргізуді тапсырды. Құрметті әріптестер, біз үнемі әскерге шақыру мәселесін апта сайын қараймыз. Маусымның 25-іне дейін апта сайын қараймыз. Бұл біз үшін үлкен жауапкершілік. Жаңа да айттық, көрдіңіздер ме? Мұрат Нағожанов жиналып. Әскерге шақыру жоспарын уақытылы орындау әрбір мекеменің жауапты басшы ауыл өкілдеріне тікелей байланысты. Бүгінгі таңда кейбір елді мекендер әскер жасында азаматтар нақтылау, шақыру қағаздарын табыстау, медициналық тексерудің өткізу жұмыстары баяу жүруде. Мұндай салғырттыққа жол бермейміз. Әсіресе аудан қорғаныс істер жөніндегі бөлім, ауыл әкімдері азаматтар бойынша адрестік жұмыстарды жүргізу керек. Полициямен бірге. Нұрлан Құрманғали, не айтасыз? Орныңызды айта беріңіз. Өзгеріс бар, аптаға қарағанда кенттен Неше адамға көбейді? 5 адамға көбейді. Осыдан 29 адам жүріп отыр. 4 кент, 1 қала. Жаңа осы жиналысқа кетіп бара жатып, Көлар Қазалы қаласы Әйтеке кентінен 3 бала облыстық жиын пунктына жіберілді. Бірақ бізде орындалмай жатқан жиналыс сайын айтамыз, ауыл округ әкімдері Көкжиек, Басқара, Ақбалық, Ақжыма, Алға, Боскөл, Асар, Сарыкөл, Сарыбұлақ, Шакер ауыл округі мүлдем қозғалысы екеуінде. Қазір сіздерде 29 бала, дұрыс па? Әскерге жолданған бала. Осы аптада неше бала жолдаймыз деп жоспар отыр? Осы аптада 6 бала жолдаймыз. Онда сізде 35 бала бар. Енді аптасына 5 баладан жолдаған өзінде сізде 6 апта әскерге шақыру мерзімі бар. 6 апта. Сонда 36 адам. Қазір енді 6 баланы жіберем деп тұрсыз ба? Екі күнде 6 бала бар. 36. Сонда әлі орындайтынымыз 80 адамға, 80%-ға да жетпейміз. Әскерге барып келсе, сол жерде технический мамандық бар, өзі барлық мамандықтар емес қой, экономист, заңгер, политолог, басқа мамандықтар емес, технический мамандықтарға қолыңа сертификат береді, оқимын деп барса. Бұл кезде қазақша айтқанда бір оқпен екі қоян жатады ғой. Әскерге барады, университетке жолдама алып келеді. Соны балаларға түсіндіріңіздер. Сондықтан осы жұмыстарды әріптестер тағдырына орындамаған әкімдер. Бүгін енді 12 мамыр, 20 мамырда дейін мұны ауыл әкімдері орындамаса, түсініктеме саласыз, жауапкершілік қарайсыз. Мәжіліс соңында аудан орталығы Әйтеке би кентіндегі санитарлық тазалық пен абаттандыру мәселелері көтерілді. Аудан әкімі тазалық жұмыстарының сапасына ескертулер айтып, анықталған кемшіліктерді қысқа мерзім ішінде қалпына келтіруді міндеттеді. Әріптестер, берілген тапсырма орындаумен құнды. Көрсеткіштер өте төмен. Соған байланысты тиісті шаралар қабылдау керек. Жаңа ауылдың әкімдері, сары белгіленіп тұрған ауыл әкімдеріне рахмет. Келер жылында дайындай беріңіздер, күздігін. Қамда осы кезде. Дәурен олар ғой, бақылауғамыз. Түсінікті ғой? Енді мәселе тазалыққа қатысты. Әріптестер, тазалыққа қатысты мен күнделікті сіздерге айтып жүрмін. Мынау қашан келісім шартқа отырамыз? Мына бар ма жоспарды? Жоқ, Мынаның
бәрін тазалайтын болып, бірінші кезекте кенттің орталығында шөптерді ретке келтіріп алып, көшені көресің, ITV-ден бір жаяу жүре қойын десең, бүкіл көңілін түсіреді осы әлі бесет. Өскен шөп, жатқан бөтелке, бір көшенің өзінде ITV-дің көзін бір жүріп, бір рахаттанып, тап-таза қойып жүрейін десең, әскерді қатырмайды орынбасарлар, тазалықты қатырмайды, сенбі-жексенбі бөлген демалады бәрі, жақсы. Демалыс халыққа арналған бұл жерде, демалыс. 80 мың халық бізге қарап жатыр. Біз халыққа таза ортаны қалыптастыруымыз керек. Мемлекеттік саясатты жеткізуіміз керек. Елді атқарып жатқан жұмыстарды жағдай жасауымыз керек елге. Біз сол үшін осы жерде қызметке қойды, белгілі мерзімге. Сізді де, бізді де, бәрімізді. Көшенің бәрі лас. Қашан тәртіпке келеді? Полиция неге сендер тәртіпке шақырмайсыңдар? Жұмыс жасаңыздар, естіңіздер ме? Екеуіңізге айтылған мәселе спорт. Не анау жаңа бізде бір спорт башат алдындағы стадион алдындағы қораншын. Тазаламайсыңдар, шөбін ормайсыз ба? Салмасы, атмосфера тазылы. Енді ол уақытында Жалаңтөс саябағы бізге қараған спортқа. Оған 24 жылы желтоқсан айында абаттандыру мекемесінен өткізді. Бірақ мен қалыс қалып жатқан бір балдарды жаптым, тазалау жұмыстарына. Бір қыл қалмас. Кешке дейін шөптің бәрін орды шап, өрген шөптің бәрі, шабылған шөптің бәрі әлбей уақытында алынсын. Мен байқаймын жаңа, жасалған нәрселер уақытылы алынбайды. Не үшін абаттандыру мекемесін ашты? Жабайды онда, керек емес ол абаттандыру мекемесін. Біз одан басқа мекемесі дейік, мердігер мекемеге бөліп берейік те соны. Тәртіпке шақырыңдар. Тазалық болсын, аяқ су белгіленген міндеттерін бәрін орындайтын болсын мекеме. Жиын қорытындысында көтерілген барлық мәселелер бойынша нақты тапсырмалар беріліп, олардың орындалуы тұрақты бақылауда болатыны ескертілді. Назым Қараева, Ерқанат Асаутаев, Думан Артығылы, Серік ТВ телеарнасы.